Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас. Каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында батон нанның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар айран, яғни бір кеседе айран, бір пиала кішкене жылы су, қант қажет, тұз қажет. Үстіне сары майымызды саламыз. Bir жұмыртқамызды салып, қантымыз бен тұзымызды ергенше араластырып аламыз. Ашытқымызды саламыз. Bir үлкен қасықпен толтырып саламыз. Себебі менде үлкен көлемде нан пісіріп жатырмын. Сіздер осы рецепті азайтып немесе көбейтіп жасай беруіңізге болады. Енді ұнымызды сала отырып жұмсақ қамыр егеміз. Екі жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді қамырымыз ашығанша жылы жерге бетін жауып қоямыз. Көтерілу керек қамырымыз ашығанда. Қамырымызды. Мінекей қамырларымыз ашып шықты. Осылай домалақ бөлшектерге бөліп дайындап қойдым. Енді осыны қолымыздың көмегімен жұқалау қылып жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда дәл осылай жайып шығасыздар. Болмаса оқтаудың көмегімен жаюға да болады. Мінекей өте жұқа қылып жайып алдық. Енді батонымызды ораймыз. Осылай домалақтап орап шығамыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды орап шығамыз. Мына екі шетін осылай түйеміз. Астын қаттырақ жабыстырыңыздар, ашылып кетеді. Дәл осылай жасап көріңіздер. Енді 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей нандарымыз осылай көтеріліп шықты 20 минутта. Енді қызып тұрған табамызға салып 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай табамызға салып, сосын осылай өткір пышақтың көмегімен бетін кесіп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, өткір пышақтың көмегімен кесеміз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей нандарымыз дайын болды. Жұмсақ өте керемет болып шықты. Қазір кесіп көреміз. Мінекей аралары керемет шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Үй жағдайында өте оңай жасалынатынынан. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы